Анар қабығының пайдасы. Анар қабығын қоқысқа тастаудың қажеті жоқ, оларды дұрыс кептіру арқылы созылмалы және өткір аурулардың белгілерін жеңілдететін әртүрлі сусындарды жасауға болады. Бүгінгі видео осы анар қабығы және оның пайдасы жайында болмақ. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін, себебі бүгін сіздермен асқазанға ең пайдалы емдік шәрбаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Дәстүрлі медицинада анар қабығы қан тамырларына, бауырға, ағзадағы шлактардың шығуына көмектеседі. Анар жүректің жұмысына, иммунитеттің көтерілуіне, ас қорыту, асқазан ішек жолдарына таптырмас табиғи ем. Анар қабығы іш ауру, диарея кезінде жақсы көмектеседі. Әсіресе жаз айларында ішіңіз өтсе, мына шырынды жасап көруге кеңес берер едім. Ең алдымен таза суға жуылған таза кептірілген анар қабығын салып 20 минут қайнатамыз. Суымыз тура видеода көрсетілгенде қанық түске ену керек және аздап суытып алып тәулігіне 3 қасықтан ішесіз. Бұл табиғи шәрбатты 1 жастан асқан балаларға да беруге болады. Іш ауырғанды, диареяны бірден кетіріп, 1 күнде сауығып кететініңізге бұл анар қабығы кепіл. Анар қабығының құндылығы химиялық құрамында, яғни ол витаминдерге өте бай болып келеді. Мысалы, ең көп кездесетін В тобының витаминдері жүйке жүйесін реттеп ұйқысыздықтан арылтады. Бұдан басқа қабығының құрамында А және Е дәрумендері, аскорбин қышқылы, калий, магний, фосфор, темір, кальций, натрий және органикалық қышқылдар бар. Бұл дегеніміз біздің ағзамыздағы дәрумен жетіспеушілікті болдырмай, әлсіздіктен, иммунитет түсуінен қорғайды. Анар қабығын қолдануға қарсы көрсеткіштер. Қолдану алдында сізде нефрит және гепатит, созылмалы іш қату, тік ішектегі жарықтар және тағы да басқа созылмалы аурулар болса, анар қабығын қолдануға болмайды. Қорытындылай келе, бүгін сіздерге анар қабығының пайдалы қасиеттері мен қарсы көрсеткіштерін түсіндіре алдым деп ойлаймын. Бұнымен тақырып біткен жоқ. Алдағы уақытта анар қабығымен басқа не істеуге болатынын көрсететін боламын. Сондықтан арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сол кезде алдағы жаңа видеолардан құр қалмайсыз. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.